ерте эякуляция не себепті алып келеді, не үшін болады ол? Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұлар біріншілік және екіншілік болатын мысалы. Біріншілік болатын болса, бұл яғни қандағы серотонин гормонының жетіспеушілік себебінен. Одан кейін барып мынау короткий уздечка деп айтамыз, қысқа тілшек. Ер азаматтардың мүшесінің астында тілшек болады, уздечка. Соның қысқа болу себебінен болуы мүмкін. Одан кейін нерв талшықтардың сезімтал болуы мүмкін. Екіншілік себептерін айтатын болсақ, екіншілік себептері мынау баса өткізген мысалы созылмалы аурулары, мысалы айтқанда жыныс жүйесінің инфекциялары болуы мүмкін. Одан мен сонымен қатар мысалы созылмалы простатиттер болуы мүмкін. Содан кейін айтатын болсақ, мынау эректиль дисфункция дейміз, мысалы дұрыс мүшенің жұмыс жасамауы, эректиль тұрмауынан мысалы осы себепті алып келуі мүмкін. Көп оның факторлары. Бұларды қалай айтатын болсақ, не үшін болды осы эректиль дисфункция? Ол мысалы жаңа айтып кеткендей себептердің кесірінен дұрыс уақытылы ем алмағандықтан, мысалы простатиттің, мысалы урогениталь инфекцияның мысалы түсу себебінен дәрігерге уақытылы қаралмағандықтан себептен асқындырып алып келгендіктен мысалы жүре береміз, мысалы болып жатады, бірақ ерте. Оның бірден бір себебі мынау бастан өткізген, мысалы бірін айтуы мүмкін біреу, менде мысалы жас кезімде нормально болатын, қазір үйленгеннен кейін осындай жағдай болып қалды мысалы деп ше. Өйткені ол біріншіліктен екіншілікке ауысып отыр мысалы. Екіншілік мына созылмалы жүре пайда болған мысалы инфекциялық аурулардың, мысалы мына жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулардың кесірінен, мысалы простатиттердің кесірінен осы ерте бітіріп қоятын себептерге алып келеді. Оны қалай тексереміз? Мысалы оны тексеру әдістері қарапайым, әркім өз үйінде жасай алады. Айтатын болсақ, лидокаинді тест деп айтамыз қазақша. Мына лидокаин спрей болады, мысалы аптекадан қарасаңыз спрей сатылады, болмаса катеджел деген мысалы гельдер лидокаин қосылған. Оны мысалы аламыз, үйге апарамыз да, мысалы әр азамат мысалы үйде өзі тексере алады. Жұбы үйленген азаматтар болатын болса, жыныстық қатынастың алдында жарты сағат бұрын мынау жыныс мүшесіне мына спрейді болмаса гельді жағады да уздечкасына, одан кейін головкасына, бас жағына жаққаннан кейін барып 15 минут күтеді. 15 минут күткеннен кейін барып жуып тастау керек та. Яғни жыныс мүше қап киіп, мысалы жыныстық қатынасқа түсу керек. Жыныстық қатынасқа түскеннен кейін, мысалы ол жерде тест оң нәтиже беруі мүмкін, немесе теріс нәтиже беруі мүмкін. Яғни жыныстық қатынасқа түскеннен кейін сол өзгеріссіз қала беретін болатын болса, сізде яғни сізде патология ол мынау қуғасты безінен басқа мына патологиядан болуы мүмкін себеп. Екінші себеп мынау өзгеріске ұшыраған болса, мысалы уақытында мысалы жыныс қатынас болғаннан кейін уақыты ұзаратын болса, яғни бұл жерде сіздің мынау жыныс мүшеңіздің басында нерв талшықтарының шоғырлануы, жоғарылау себебінен ол жерде өте сезімтал болуы мүмкін. Яғни бұл дегеніміз өте сезімтал, уздечкаңыз қысқа болу себебінен, мысалы нерв талшықтарының өте сезімтал болған себебінен осы сізде ерте эякуляция, тез шәуеттің келуі себебінің бірден бір себебі осы болуы мүмкін. Яғни бұны қалай емдейміз осы ерте эякуляцияны? Бірінші себебін анықтаймыз, урологтарға келеді, шағымдарын жинаймыз, қандай себептер әкелді, әртүрлі факторларды анықтау арқылы, яғни бірінші себепті анықтаймыз, одан кейін барып ем тағайындаймыз. Ем тағайындау медикаментозды болуы мүмкін, одан кейін барып мынау физиотерапия арқылы емделуі мүмкін. Одан кейін екінші жағдай мына медикаментозды, одан кейін хирургиялық жағдаймен емдеуі мүмкін. Олай айтқан кезде медикаментозды мысалы дәрі-дәрмектердің көмегімен, мысалы физиотерапия аппараттардың көмегі арқылы емдеуге болады. Екінші жолы мынау хирургиялық көмек көрсету. Хирургиялық дегеніміз мысалы болады ер азаматтардың дұрыс сүндеттелмеудің себебінен болуы мүмкін. Мысалы ер азамат кей кісілерде мынау мұсылмандықтарда шертіп қояды, мысалы айтатын болсақ, дұрыс сүндетке отырмаған, яғни терісі артық терісі бар, мысалы постоянно айтқанда ылғи жауып тұрады, мысалы ол да бірден бір себепке әкелуі мүмкін. Ондай жағдайда мысалы сүндетке отырылады, қай жас болсын, ол да ограничение жоқ, шектеу жоқ, мысалы жас болсын, үлкен кісі болсын, орта жастағы адам болсын, әр адамға сүндет жасалына береді. Одан ұялмаңыздар әрқашанда. Екінші мынау қысқа уздечка деп айтамыз, тілшек астындағы орналасқан мынау жыныс мүшесінің астына орналасқан тілшектің қысқа болу себебінен осы ерте эякуляцияға әкелетін бірден бір. Ол жағдайда мысалы френикулопластика деген операция жасалынады, арнайы мамандардың көмегі арқылы, яғни уролог, андролог дәрігерлер осы отаны жасайды. Бұл дегеніміз уздечканың қысқа болуын ұзарту арқылы, пластикамен орнына келтіреді, қалпына келтіру арқылы осы аурудың алдын алуға болады.
яғни айтатын сөз соңғы айтарымыз, ерте барып дәрігерге қаралғандар, яғни бұл ерте эякуляцияның бірден бір себептері, мысалы таңғы эрекцияның мысалы болмау себебі де осыған әкелуі мүмкін. Өйткені мүшесі әрқашан ер азаматтардың, дұрыс эрекциясы бар азаматтардың таңғы эрекциясы болу керек мысалы. Яғни бұны сіз байқап жатқан жағдайда, егер онда эрекция болмаған болатын болса, тездетіп сіз дәрігерге қаралуыңыз керек. Ертең осы себептердің асқынуларына әкелген кезде жағдайыңызға осы, егер осы симптомдар сізде байқалып жатса, әрине уролог дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Былай айтқан кезде ертерек аурудың себебін тауып емдеген дұрыс. Өйткені мынау асқынған кезде келіп ем сұрап жүрген кезде оның емдеу кішкене қиындау болады. Барлықтарыңызға мына бүгінгі видео сабағым ұнады деп ойлаймын. Астына лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі тақырып қандай тақырып болғанын қалайсыздар, бөлісіп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.